Кансело Пеп Гвардиоламен жанжалдасқанын жоққа шығарды. Челси Беллингемді алдағы жазда алу үшін барынша тырыспақ. Неймар ПСЖ сапынан кетуі мүмкін. Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары біздің бүгінгі шығарылымда. Әрбір жаңадан тіркелген көрермендеріміз және де бізге қолдау танытып жатқан жазылушыларымызға үлкен алғыс білдіреміз. Келесі видео шыққанға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз өте маңызды. Жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз біздің арнаға жазылып, қоңырау түймешесін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Лондондық Тоттенхем клубы өздеріне негізгі қақпашы рөліндегі голкиперлерді іздестіріп қарастыруға кіріскен. Осы жайында Court Offside баспасы хабарлауда. Баспан мәліметіне сүйенсек, ағылшында клуб Севильяның қақпашысы Ясин Бону, сондай-ақ Атлетиконың голкипері Ян Облакты қарастыруда. Егер Тоттенхем осы екі қақпашының бірін алатын болса, онда олардың қазіргі негізгі голкипері Уго Lloris қосалқа резервті қақпашы атануы, немесе басқа командаға ауысуы ықтимал. Осы маусымда 29 ойынға қатысқан Ян Облак 26 голды жіберіп алған. Ал Севилья сапында 24 матчтың қатысушысы болған Ясин Бону өз қақпасына 40 топты өткізіп алған. Чемпиондар лигасының кезекті 8-1 финалдық кезеңінің ойына қарсаңда Дортмундтық Боруссия клубы өз алаңда Челси командасын 1-0 есебімен жеңді. Кездесудегі жалғыз голды екінші таймның ортасында Карим Адиеми соқты. Келесі шешуші жауапты матч 7 наурыз күні Лондонда өтпек. Өткен қысқы трансферлік терезе кезінде бәленбай қаржыны аямай жұмсаған аристократтық команданың ойындары жүретін емес. Челси осымен 4 ойын қатарынан жеңіске жете алмай келеді. Поттер тізгіндеген клуб соңғы 9 ойында бар болғаны бір-ақ рет жеңіске жеткен. Португалдық қорғаушы Жоау Кансело ол Манчестер Ситидің сапынан Пеп Гвардиоламен жанжалдасып қалғанға байланысты кетті деп таралған осының алдындағы ақпараттарды жоққа шығарды. Мен Гвардиоламен төбелесіп қалдым деп таралған сыбыстар олар жалған. Жай ғана мен өзімді соңғы кездері Манчестер Сити үшін маңызды еместей сезіндім. Сол кезде мен жаттықтырушымен сөйлесіп, ол мені тыңдап, содан соң біз менің кетуім ең дұрысы сол болады деп шештік. Маған жаңа шақыртулар ұнайды. Мен өзімнің Англиядағы атқарылған жұмыстарыма және Гвардиоламен клубқа өте разымын. Манчестер Сити бұл мен ешқашанда ұмытпайтын клуб. Ал маусымның соңында мүмкін мен сонда қайтып баратында шығарман, деп айтқан екен Жоау Кансело маркаға жеткізген интервьюінде. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендер назарларыңызда. Өнер көрсеткен клубтары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? Ағылшын чемпионатының кейінге қалдырылған 12-ші турлық ойын аясында Манчестер Сити командасы сырт алаңда Арсеналдан 3-1 есебімен басым түсті. Ситилік командаға Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш, сондай-ақ Эрлинг Холландтың соққан голдары жеңіс әкелді. Лондондықтар сапындағы жалғыз голды Букайо Сака пенальтиден соқты. Бұл жеңістен соң Манчестер Сити 51 ұпайды еншілеп турнир кестесінде бірінші орынға көтерілді. Арсеналда да 51 ұпай, бірақ олардың әлі ойналмаған бір артық кездесуі бар. Арсенал Манчестер Ситиді сонау 2015 жылдан бері жеңе алмай келеді. Ситилік ұжым канониліктерден осымен 11-ші рет қатарынан басым түсіп отыр. Нағыз қызық енді басталды десек болады. Соңғы турларға дейін командалар бірінші орын үшін жан таласып күреспек. Парис Сен-Жерменнің бразилиялық шабуылшысы Неймар команданың сапынан алдағы жазда кетуі мүмкін, деп хабарлайды Le Parisien баспасы. Баспаның ақпараты бойынша француздық клубтың басшылары футболшыны сатып жіберу нұсқасын қарастыруда. Айтып өтерлігі париждіктер алдыңғы өткен жылдың жазында да Неймарды сатпақ болған еді. Алайда дегенмен трансфер орын ала қоймады. Осы маусымда 28 ойынға қатысқан бразилиялық шабуылшы 17 голды соғып, және 15 нәтижелі пас жасап көзге түскен. Оның ПСЖ-мен келісім мерзімі 2025 жылдың жазына дейін жарамды. Барселонаның бұрынғы қорғаушысы Жерар Пике Лионель Мессиді өткен 2022 жылға әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтамағанын айтты. Жоқ, мен оны құттықтамадым. Я, бұл ақылсыздық, бірақ мен мансабымды аяқтағаннан кейін әлем чемпионатынан ажырап қалдым.
Мен әлем чемпионатының ешқандай ойынын көрмедім, тек финалдан басқа. Оның өзін соңына дейін қарамадым. Ол кезде мен бірнеше күндік демалыста едім. Менің мансабымның соңғы бірнеше айлары қиын ауыр болды. Және маған футболдан ажырау өте қатты қажет болды. Деп айтқан екен Жерар Пике. Мадридтік Реал клубы неаполитандық Наполидің жартылай қорғаушысы Хвича Кварацхелияға қызығушылық танытуда. Осы жөнде Каденасер баспасы мәлімдеуде. Деректерге сүйенсек, егерде патшалық клуб Дортмундтық Боруссияның футболшысы Джуд Беллингемнің трансферін жүзеге асыра алмай қалатын болса, онда олар дәл осы грузиндік ойыншыны қосымша нұсқа ретінде қарастырып отыр. Итальяндық Наполидің Хвичаны оңайшылықпен ешқайда жібермейтіні айдан анық. Олар оны 100 миллион еуродан артық бағалаулары да ғажап емес. Осы маусымда 23 кездесуге қатысқан жартылай қорғаушы 11 голды соғып, және 14 голдық пас жасап ерекшеленген. Оның Наполимен келісім мерзімі 2027 жылдың жазына дейін негізделген. Ювентус клубы бразилиялық қорғаушы Даниломен келісім шарттың ұзартуы бойынша келісімге келіп қойған. Осы жайында тілші Фабрицио Романо хабарлауда. Ақпараттарға сәйкес Туриндік клуб келісімнің орын алғандығы жайында жақын арада ресми түрде жариялайтын болады. Ағымдағы маусымда 29 ойынға қатысқан Данило 2 гол және 2 нәтижелі пасты еншілеген. Норвегиялық шабуылшы Эрлинг Холланд өзінің таңғажайып көрсеткішімен тәнті етуді тоқтататын емес. Кешегі Арсеналмен болған матчта гол соғып көзге түскен ол АПЛ-дың осы маусымдағы соққан голдарының жалпы санын 26-ға жеткізді. 2014-15 жылғы маусымда Ситилік команданың бұрынғы шабуылшысы Серхио Агуэро дәл осындай 26 голды толық бір маусымның ішінде 33 кездесуге қатысудың арқасында соққан болатын. Ал Эрлинг Холландқа мұндай көрсеткішке қол жеткізу үшін бар болғаны 22 ойын жеткілікті болған. Лондондық Челси клубы Дортмундтық Боруссияның ағылшындық жартылай қорғаушысы Джуд Беллингемге қызығушылық білдіруде, деп мәлімдеуде The Telegraph баспасы. Баспан мәліметіне сүйенсек, ағылшындық ұжым ойыншыны келесі жазда өз қатарларына қосып алу жағын қарастыруда. Айта кетерлігі, соңғы трансферлік терезелерде Челси 600 миллион еуродан артық соманы жұмсап тастағандарына байланысты. Оларда финанстық фейрплей тұрғысына мәселелер пайда болуы мүмкін. Бұл мәселені лондондықтар өздерінің біршама футболшыларын сатып жіберу арқылы шешуді көздеуде. Джуд Беллингемге Челсиден бөлек Реал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, сонымен қоса ПСЖ клубтары да қызығушылық танытуда. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.